Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қатпарлы және қытырлақ дәмді самса жасаудың оңай жолын көрсететін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Қазақ тілді каналдың дамуына үлес қосып, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Ең алдымен қамырымызды дайындаймыз. Бөлме температурасындағы жылы суға 1 шай қасық тұз қосып жақсылап араластырамыз. Суымызды аз-аздан құйып отырып, қамыр илейміз. Иленген дайын қамырды бетін жауып 10 минутқа қоямыз. Енді самсаның салмасын дайындаймыз. Мен тартылған ет пен пияз қосып жасаймын, бірақ та өз қалауларыңызша басқаша да жасауға болады. Ұсақтап туралған пиязды тартылған етке қосып, дәміне қарай тұз, бұрышын қосып жақсылап араластырамын. Енді қамырды алып, тағы да біраз басып, 10-15 минутқа тағы да тындырып қоямыз. Содан кейін қамырды екіге бөліп аламыз, тағы да біраз басып, тағы да біраз 5-10 минутқа қалдырамыз. Енді қамырды оқтаудың көмегімен жаямыз. Қатты қалың да емес, қатты жұқа да емес, орташа қылып жаямыз. Мінекей осылай жайып аламыз. Енді осы жайылған қамырды алып қоя тұрамыз да, екіншісін алып дәл осылай қылып жаямыз. Осылайша екінші қамырымызды да жайып аламыз. Содан соң сары майды ерітіп, осы жайылған қамырдың үстіне жағып шығамыз. Енді жаңа қамырдың үстіне екінші қамырды қойып жаямыз. Оның үстіне тағы да сары май жағамыз. Мінекей осылайынан екінші қамырдың үстінен де сары май жағып шығамыз. Енді видеодағыдай рулет қылып ораймыз. Осы қамырды салафанға салып 15 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 15 минуттай уақыт өтіп, майы кішкене қатқаннан кейін, осылайша видеода көрсетілгендей етіп алып, кесіп аламыз. Осы кішкентай кесілген бөліктерді оқтаудың көмегімен жайып, самса жасаймыз. Самсаның фасонын өз қалауыңызша жасағанға болады. 3 бұрышты қып, немесе өріп жасағанға да болады. Және де самсаның үлкендігін орташа қылып, немесе кішірек қылып та жасағанға болады. Мен орташа қылып жасадым. Мен екі түрлі қылып жасадым. Біреуін өріп жасадым, екіншісін осылайынан 3 бұрышты қылып жасадым. Бір жұмыртқаға 1-2 ас қасықтай сүт құйып, жақсылап араластырамыз. Самсаның бетіне жағып шығамыз. Қалауыңызша самсаның бетіне әдемілік үшін күнжіт немесе мак сепсеңіздер де болады.
Содан соң қызып тұрған пеште 180 градуста беті қызарғанша жақсылап пісіреміз. Мінекей достар, самса дайын болды. Өте дәмді, қатпарлы, қытырлақ болып шығады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Жасалу жолы да өте оңай әрі дәмді болып шығады. Егер де сізге видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетуіңізді сұраймын.